Даналық әліппесі инновациялық сөйлейтін қалам. Оның ішінде 19 кітап бар. Даналық әліппесі балалардың өз отанын сүйетін, әр текті елдің тұлғалы азаматтары болып өсулеріне ықпал етеді. Балалар, бүгін біз даналық әліппесінен халық ертегісін тыңдаймыз. Қаһарман, аша ғой кітапты. Ақ лақ пен қара лақ әрі жүгіреді, бері жүгіреді. Жан-жағына алақ-жұлақ қарады. Мына жағы қалың шілі, ана жағы қалың бау. Маңайда ешбір қой ешкі көрінбейді. Сен ақ лақсың, түк білмейтін ақымақсың. Мені әрлі-берлі сүйреп жүріп, ақыры адастырдың. Жаның барында қойды тауып бер деп, қара лақ ақ лақты бүйірден бір түйіп кеп қалады. Қара лақ бір күн бұрын туған еді. Ол ақ лақтың ағасы болатын. Денесі шымыр, жұп-жұмыр, маңдайында екі мүйізі бар тұғын. Қандай ертегіні тыңдадық? Екі лақ. Екі лақ. Ал енді осы кітаптардың арасында екі лақ ертегісін тауып беріңдерші маған. Ала қой. Ал. Жаңа ал. Екі лақ ертегісінде қандай кейіпкерлер бар? Лақ. Лақтар, иә. Қандай лақтар? Ақ лақ, қара лақ. Ары қарай. Қара лақ қандай ол бізде? Мүйізімен. Мүйізімен. Ол күн бұрын туды, иә? Ақ лақты қалай ол мазақтайды? Сен ақымақсың. Мені адастырып жердің. Енді ойлауды тап. Жақсы. Сен мені тыңдамашы. Біз өлеміз. Қара лақ қорқып, жарайды, тыңдаймын деді. Лақ көрді түлкіні. Кетті кезде бабамен ойнаймыз. Жоқ, болмайды. Тастың ауасында күтіпті қасқыр. Түлкі қасып кетті. Лақтар кездесті қасқырды. Мен қазір сендерді жеп қоямын. Ешкі айтады, жоқ бізді жерде, тауда үстінде алыстан күтіп тұр. Қасқыр қорқып кетті. Қашады сосын. Лақтар жоғарға мініп кездестіреді қойдарды. Шапан ата айтады, ана сен ақымақ емессің, ақылдысың деді. Ал балалар, екі лақ ертегісімен таныстық, білдік. Ал енді қандай үй жануарларды білесіңдер? Мынау үй жануарлар. Сиыр, ешкі, қой, жылқы, түйе. Мен ата-әжемен ауға барамын. Ит үйді қорғайды. Ауда мысық бар, бұзау бар. Ит үйді қорғайды. Тауық бізге жұмыртқа береді. Мысық тышқанды аулайды. Бұзау бізге сүт береді. Тауық бізге жұмыртқа береді. Мен ата-әжемді жақсы көремін.